Ораза жайында ғибрат әңгіме. Шілде айындағы ораза. Нөкерлерін ерткен Хажжаж Мекке мен Мәдина арасында жолаушылап кетіп бара жатып, бір бұлақтың басында тынығуды жөн көрді. Дастархан жайылғанда Хажжаж: «Маңайға қараңдаршы, жағдайы нашар біреу кезіксе шақырыңдар, астан ауыз тисін», деді. Нөкерлер үстіне ілген ескі шапаны бар біреуді тауып, ұйықтап жатқан жерінен оятып ертіп келді. Хажжаж оған: «Кел, бірге тамақтанайық», деді. Ол жемеймін деп астан бас тартты. Хажжаж себебін сұрағанда: «Мені бұдан да артық дастархан күтіп тұр», деп жауап берді. Ол қандай дастархан дегенде: «Алла тағалаға қонақ болуға шақырылдым, мен ауыз бекіткен жанмын», деді. «Мынандай ми қайнаған уақытта қайтып ауыз бекітіп жүрсің?» деп таңырқағанда ол: «Иә, қияметтің ыстығынан қорғану үшін осы ыстықта шыдап, ораза ұстап жүрмін», деп жауап берді.